кешіре алмаймын, немесе ренжи беремін, кешіргім де келмейді дейтін болсаңыз, онда осы видео сізге арналған. Әрине, барлығымыз жақсы білеміз, барлығымыз ренжудің дұрыс емес екенін, кешіруіміз керек екенін әрине білеміз, бірақ кейде көбіне қолымыздан келмей жатады. Бұған да бірақ бір миымызда, біздің психикамызда бір себептер болуы мүмкін. Бірақ мен осы кезде бір нәрсені қадап айтқым келеді. Біздің ішімізде сақтап жүрген реніштеріміз тіпті біздің табысымызға әсер еткен. Сіздің бай болып болмауыңызға әсер еткен. Мен бұны қанша практикадан, өзімнің шәкірттерімнің болсын, алдыма келген терапияға келген клиенттерден болсын, қаншама практикадан өткізіп жүрмін. Сондықтан, егер де ренжи беретін болсаңыз, онда осы видеоны, бүгінгі сабақты мұқият тыңдаңыз. Бірақ оның алдында біздің Балқия Балтабай деген YouTube каналымызға міндетті түрде подписаться дегенді басып жазылып алыңыз және белсенді болыңыз, комментарий жазып тұрыңыз мына жерге астында, осы сабақтардың астында, егер сізге титтей де болсын пайдамыз тиіп жатса, бір рахметіңіз болсын, түйген инсайттарыңызбен, немесе өзіңізді мазалаған сұрақтарыңызбен бөлісіп кетсеңіз комментарийде, біз келесі сабақтарымызда соған байланысты сабақтар, видеолар түсіретін боламыз, бұйырса. Вот қараңыздар, біз адамдарды не үшін кешіре алмаймыз? Әрбіріміздің миымызда, біздің айналамыздағы, қарым-қатынасымыздағы, отбасымыздағы, мысалы, бірінші круг деп атамыз ғой, бірінші круг бұл біздің бір крышаның астында бір үйде тұратын адамдарымыз. Сол біздің күнделікті көретін адамдарымыз, яғни күнделікті көп өміріміздің көп бөлігінде кімдерді көп көреміз. Кейбіреулер, мысалы, ата-енесі бірге тұрады, кейбіреулер өзі семьясымен бала шағасымен бірге тұрады, кейбір студент қыздар болатын болса, достарымен бірге тұрады, подругаларымен бірге тұрады. Яғни кіммен бір үйдің астында тұрасыз, сол сіздің отношениеңіздегі ең бірінші шеңбердегі кругтағы адамдар. Одан кейін екінші кругтағылар бар, одан кейін сыртта кімді көбірек көресіз. Бір үйде тұрмасаңыз да, бірақ күнде көресіз, немесе жұмыстағы бастығыңыз, кәсіпкер, жаңағы коллегаларыңыз, әріптестеріңіз, сол, яғни сіз көп көретін адам, бұл екінші круг болып саналады. Одан кейін сәл одан да аздау көретін, бір аптасына 3 рет көретін, болмаса аптасына 1 рет көретін келесі круг, осындай круг болып бөліне береді. Енді қараңыздар, бұның барлығы біздің қарым-қатынасымыз ғой, Біз ең көп ренжитініміз бірінші кругтағылар екен. Өйткені біз солармен көп қарым-қатынас жасаймыз. Яғни үйлесім, олармен қарым-қатынасымыз, байланысымыз көбірек, Енді қараңыздар, бәріміздің әсіресе енді көбіне күйеу мен әйелінің арасында, ене мен келіннің арасында көп тараған, енді бізге көп келетін сұрақтарға қарайтын болсақ, неге көп реніш болып жатады? Өйткені ол кісілер бір-бірімен көбірек байланыс жасайды. Енді осы кезде мынаны үйреткім келеді, мынаны бір түсіндіргім келеді, біздің бәрімізде мынандай бір тізім болады екен. Сізде, менде, басқада бәрімізде бір тізім болады. Мысалға, бір Айгүлдің миында күйеу деген мынандай болу керек деген тізім образы болады екен. Мысалға, ол білмеймін, заботливый болу керек, қамқор болу керек, еңбекқор болу керек, білмеймін, мейірімді болу керек, көп ақша табу керек, мынандай деген әр әйелдің миында өзінің күйеуі емес, жалпы күйеу осындай болу керек дейтін бір образы болады. Бір жасап алған тізімі болады. Әрбір ененің тізімінде келін мынандай болу керек деген тізімі болады образында. Немесе әрбір келіннің ене мынандай болу керек деген тізімі болады. Әрбір ененің келін мынандай болу керек деген тізімі болады деген сияқты. Яғни сіз кімдермен араласасыз, сол адамдарға әркімнің қойып алған осындай бір списогі болады екен. Енді қараңыз, отношения барысында мына списоктердің біреуі мынау бар, мынау жоқ. Бір списоктегі менің тізімімдегі бір жоқ болып қалды ма, бір характер немесе бір қасиет, бітті. Ол нәрсе уже маған тревога болып саналады екен. Менің мынау жазып қойған списогыма мынау сай келмеді. Мынау менің келінім, болмаса енем, немесе күйеуім, немесе подругам сай келмеді. Негізі менің списогым мынандай еді. Осы кезде бізде ренжуге уже сылтау іздей бастаймыз. Неге сен менің списогыма сай келмейсің? Сен неге мен жазған, немесе мен қойған тізімге сай келмейсің деген бізде сондай бір шарт болады екен. Содан басталады екен реніш деген нәрсе. Енді осы кезде сіздерге бір күшті лайфхак айтайын. Осындай бір ренжіп жатқан кезде сразу өзіңізге айтыңыз. Мысалы, мен өзім айтамын, Балқия, сенің жасап алған списогыңа анау пәленше сай келуге міндетті емес. Сенің жасап алған списогыңа анау, білмеймін, сенің күйеуің болмаса сай келуге міндетті емес. Менің списогым ол менің миымда. Оның да миында өзінің жасап алған тізімі бар. Яғни әркімнің миында осындай список болады екен. Сондықтан осылай өзіңізге дауыстап біреуге ренжіп жатқан кезде, анау пәленше, білмеймін енді, қайынбикем, қайынсіңлім, немесе бір досым, абысыным ренжіп жатасыз ғой,
сол кезде демек сізде бір сондай тізім бар. Менің абсыным мынандай болу керек. Мен не айтсам да маған қарсы шықпау керек. Білмеймін енді. Менің үнемі көңілім табу керек деген сияқты. Білмеймін, өзіңіз бір иллюзиядан тауып алған бір сондай списогіңіз бар шығар. Кинодан көрдіңіз ба, бір жерден көрдіңіз ба, бір вау дедіңіз ба, иә? Содан тізім жасап аласыз, иә, бессознательно. Осы сіздің тізіміңізге сай келмей жатса, автоматты түрде сізде разочарование, көңіл қалу, осы кезде сізде ренжу пайда болады да, осы кезде ренжимін деген ниет пайда болады да, міндетті түрде сіз әйтеуір бір кемістіктер іздей бастайсыз. Өйткені сізде мен ренжуім керек деген бір ниет пайда болды. Сол ниетке орай ренжуім керек деген адам ана жерден тауып алады. Міндетті түрде сол мінді, минусты қанша жерден жағдайың жасап тұрса да, сені сый құрметтеп тұрса да, сен именно сол адамға ренжитін повод тауып аласың. Осындай болып жатса, мынаның өзі шынымен де деген сияқты сізге бір инсайт берген болса, онда каждый раз өзіңмен жұмыс жасау дегеннің бір бөлігі осы қыздар, құрметті ханымдар. Осындай кезде өзіңізге атыңызды айтыңыз кәдімгідей. Мен мысалға айтып жатырмын, Балқия. Мысалы мен өзім күйеуімді айтатын болсам, Мұрат менің миымдағы списокке сай келуі міндетті емес. Менің списогым ол менікі, оның өзінің списогі бар. Демек, мен қойған списоктерге сай келмей қалды. Мен қателесем ба? Демек, оған да қателесуге рұқсат беремін. Не списокқа сай келу, идеальны болу деген невозможно, қыздар. Сосын біз күйеуден немесе бір енеден, болмаса білмеймін, енелер келіннен күтеміз ғой, иә? Неге қателесесің, соны ойланбайсың ба деген сияқты. Қателесіп қойса да, біз оны қаза береміз ғой артынан ше. Яғни қателесуге рұқсат бермейміз. Ол не деген сөз? Қателеспейтін мінсіз ол тек Алла ғана. Мінсіз ол тек Алла ғана қателеспейді, қалған адам баласының барлық қателеседі. Иә? Сондықтан сіз де қателесесіз. Осы кезде тағы да дауыстап айтыңыз. Балқия, мысалы мен өзімді айтып жатырмын. Сіз Балқияның орнына өзіңіздің атыңызды айтыңыз. Но дауыстап өз-өзіңізбен осылай сөйлесетін болсаңыз, мынау донести надо до своего мозга дейміз ғой. Өзіңіздің миыңызға өзіңіз жеткізетін болсаңыз, санаңызға жеткізетін болсаңыз, ол түсінеді. Сіздің дауысыңызды ол ерекше түсінеді, өйткені сіз оған чужой емессіз, бөтен емессіз. Балқия, сен өзің қателесесің. Сен идеалды емессің, сен қателесуші құлсың, сен қателесуші пендесің. Демек, өзің қателестің ба? Оның да қателесуіне рұқсат бер. Ол да идеалды емес. Иә, қателесіп қалды. Давай өзіңе де оғанда қателесуге рұқсат берейік деп өз-өзіңізбен осылай мәміле жасаған кезде, өз-өзіңізбен білмеймін енді договор келісім жасаған кезде сіз басыласыз кәдімгідей. Осылай бір аз ғана нәрсе болуы мүмкін, бірақ осылай тренировка жасай беретін болсаңыз, сіз уже адамдардың барлығына түсіністікпен қарай бастайсыз. Сіз адамдарға көп ренжімейтін боласыз бұйырса. Мынаны біліңізші, егер де сіз ренжи беретін болсаңыз, и барлық нәрсені только через обиду алатын болсаңыз да, мен ренжіп қалам, қалағанды береді. Мен ренжіп қалам да, соңкейін бәрібір жетем. Мен ренжіп қалам да, бәрібір добьюсь дейтін болсаңыз, білмеймін, өзіңізге керек құрметті, өзіңізге керек отношениені, қарым-қатынасты, сізге керек бір қалауларыңызды только через обиду алатын болсаңыз, онда сіздің миыңызда ата соған норма болып үйреніп кеткен. Бұл жақсы нәрсе емес. Қай кезде бала ғой ренжи береді. Анан бер дейді, бермесең ренжиді, аңырап жылайды. Сол жерде біз осы бала позициясында қалып кеткен кезімізде, немесе ішкі баламызды, өзіміздің осы детская позициямызды, балалық позициямызды ересекке айналдыра алмай қалған кезімізде, біз ересектік позициямыз балалық позициядан аз болып тұрған кезде біз көп ренжігіш боламыз. Ал ренжігіш адамнан, есіңізде болсын, бір ренжит қылт етеді, 2 қылт етеді, 3 қылт етеді, уже адамдар қаша бастайды. Ондай адамның жанында ешкім өзін білмеймін бір комфортны сезінбейді, уже дискомфорт сезіне бастайды. Сіздің жаныңыздан адамдар қаша бастайды, егер сіз көп ренжи беретін болсаңыз. Сөйтесіз да, сіздің айналаңыздан адамдар қашты деген сөз, береке қашты деген сөз ғой, былайша айтқанда. Өйткені жалпы біз адаммен Алла Тағала солай жаратқан екен, адамды бір адамға мұқтаж қылып. Бір адам мысалы тігінші болатын болса, екінші бір адам білмеймін басқа нәрсе болатын болса, мен тігіншіге мұқтажым, өзім тіге алмаймын. Мен оның қызметін аламын, ол мен ақшамды алады деген сияқты. Адамдар бұл өмірде, жалпы мына тіршілік әлемде біз бір-бірімізбен осылай только қарым-қатынаспен, адамдармен қарым-қатынас жасамай өмір сүре алмаймыз. Кәсіп жасайтын болсаңыз, бизнес жасайтын болсаңыз, клиенттеріңіз білмеймін, сату бірдеңе жасайтын болсаңыз, сауда жасайтын болсаңыз, міндетті түрде сізге бір осы навыкты үйрену керек. Адамдармен дұрыс отношениені, клиенттермен дұрыс отношениені деген сияқты. Ал оған осы сіздің ренжімеуіңіз, адамдарды, клиенттеріңізді түсінісе алуыңыз өте қатты көмектеседі. Сондықтан осы бір практиканы жасап көріңіз. Бірақ мынаны ескерткім келеді, басып ескерткім келеді. Қазір осы жерде бір келіндер отыратын болса, мынау точно мен енем ғой, мынау точно мен күйеуім ғой, мынау точно мен күйеуім ғой, тура осындай мен күйеуім деп фокусты біреуге бұрмаймыз. Иә? Сосын соларға жер, мынау саған арналған екен, мына видеоны көр деген сияқты. Қыздар, есіңізде болсын, ондай нәрсемен сіз ол адам өзгерсін деген шартыңыз бар ішінде. Мынау сен,
мына видеоны көр да, сен менің тізіміме сай болып ал, короче, деген сияқты бір шартымыз бар да. Жоқ, өзіңізге, сіз кімге ренжіп жүрсіз? Сіз өзіңіз кімге ренжіп қала бересіз? Сіз қандай жағдайда ренжіп қала бересіз? Қандай шарттарыңыз, қандай тізіміңіз бар сіздің? Қандай образыңыз бар? Кімге арналған, қандай тізіміңіз бар? Тағы да қайталап айтамын, бұл өзіңізге арналған. Анау біреуге, енеңізге, күйеуіңізге арналмаған. Керек болса, Алланың қалауымен, Алла олардың көзіне өзі көрсетеді. Я? Сен мынаны көріп ал, сен туралы айтып жатыр мына жерде деп, мына видеоны олай, ондай ниетпен, ондай бір подходпен біреуге жібермеулеріңізді сұранамын. Тағы да айтамын, бұл өзіңізбен жұмыс жасау. Әркім жұмысты, өзгеруді өзінен бастау керек. Анау өзгерсін деген шартыңыз бар болса, онда сол шартпен сіз өмір бойы жүре бересіз. Солай 5 жылыңыз өтеді, 10 жылыңыз өтеді, мүмкін солай Алла сақтасын, енді өміріміз өтіп кетеді. Тағы да қайталап айтамын, өзіңіз өзгермейінше айналаңыз өзгермейді. Осы бір практиканы, осы бір техниканы қолданып, адамдар, жалпы біздің қоғамда ренжитін адамдар азайып, бір-біріне түсіністікпен қарайтын, бір-бірін жақсы көріп қарайтын, шынайы жақсы көретін, шынайы құрметтейтін адамдардың саны көбейсе екен деп тілеймін. Біздің YouTube каналдарымыз пайдалы болса, подписаться етіп басылып қойыңыздар, жазылып қойыңыздар, каналдарымызға тіркеліп қойыңыздар және мына жерге комментарийге ұнаған болса, пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады.